саламатсыздар ма? Қазақстан Республикасының азаматтық процестік құқығы пәні бойынша бізде бүгін дәрістің тақырыбы апелляциялық сатыда іс жүргізу. Бүгінгі біздің дәрісімізде 3 сұрақ қарастырамыз. Біріншісі, апелляциялық іс жүргізудің мәнісі мен маңызы. Екінші сұрақ, сот актілерін апелляциялық шағымдау және наразылық білдіру құқығы. Және үшінші сұрақ, апелляциялық сатыда істерді қарастырудың процессуалдық тәртібі және мерзімдері. Осындай 3 сұрақ бүгін біз дәріс сабағымызда қарастырамыз. Бірінші сұраққа тоқтала кететін болсақ, ең әуелі бұл қандай құқықтық институт деген сұрақты мазмұнын ашайық. Апелляциялық институт бірінші сатыдағы заң күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарының заңдылығын және негізділігін тексеру бойынша апелляциялық соттың қызметін реттейтін азаматтық процессуалдық нормалардың жиынтығы болып саналады. Және апелляциялық іс жүргізу институтының қандай маңыздылығы бар деген сұрақ бізде туындайды. Апелляция институты соттық қорғау құқығын жүзеге асыруды кепілдендіруге мүмкіндік береді. Себебі іс жан-жақты қайта қаралады. Апелляция институты соттық әділеттілікті жүзеге асыруда белгілі бір жылдамдық пен нақтылыққа қол жеткізеді. Апелляция институты бір текті сот тәжірибесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Себебі апелляциялық сот актілері бірінші сот сатысы үшін бағдар болып табылады. Апелляциялық саты іс жүргізудің деңгейі ретінде жеке мақсатқа қол жеткізуге бағытталған белгілі бір шеңбердегі процессуалдық әрекеттерді біріктіретін сот өндірісінің бөлігі. Апелляциялық шағымдану сатысы келесі мақсаттарды көздейді. Бірінші мақсат, ол бірінші саты бойынша заңды күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарының заңдылығын және негізділігін тексеру. Екіншісі, бірінші сатыдағы соттарының дұрыс шешімдері шығаруын қамтамасыз ету. Және үшінші мақсат, ол бізде іске қатысатын тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауына кепілдік беру. Осы мақсатты іске асыру үшін апелляциялық өндіріс сатысында пайда болатын азаматтық процестік құқық қатынастарды сот әділдігі келесі жолдар арқылы қамтамасыз етіледі. Қайта қарау барысында дұрыстылығы анықталып, шағымдалған және наразылық келтірілген шешімдердің заңдылығы мен негізділігін тану. Сот өндірісін ішінара немесе толығымен істің мән-жайы бойынша бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгерту немесе жаңа шешім қабылдау жетіп аяқтау. Істің мән-жайына жетпей өндірісті аяқтау, яғни оны тоқтату немесе арызды қараусыз қалдыру. Бірінші сатыдағы соттың заңсыз шешімдерін жою және істі жаңадан қарауға бағыттау. Сонымен бірінші сұрақты қорытындылай келе, қазіргі кезеңде апелляциялық шағымданудың наразылық келтірудің мәнісін ашатын негізгі келесі ерекшеліктері бар. Апелляциялық шағымданудың наразылықтың пәні болып, заңды күшіне енбеген бірінші сатыдағы соттың шешімдері мен ұйғарымдары болып табылады. Екінші сатыдағы сот тек шағымданатын және наразылық білдірілетін шешімнің заңдылығы ғана емес, оның негізділігін де тексереді. Апелляциялық сатыдағы сот кейбір жағдайларда іс бойынша жаңа шешім шығаруға деңгейі кең өкілеттерге ие. Дегенмен ол әрқашанда бақылаушы соттық орган болып табылады. Дәрісіміздің екінші сұрағына келдік. Сот актілерінің апелляциялық шағымдану
және наразылық білдіру құқығы. Апелляциялық шағымдану құқығы дегеніміз бұл заңды күшіне енбеген бірінші сатыдағы сот актілерін тексеру бойынша апелляциялық соттың қызметін қозғау құқығы. Шағымдану немесе наразылық білдіру құқығын жүзеге асырудағы негізгі шарттары бар. Шағымды немесе наразылықты беру үшін бекітілген апелляциялық мерзімді сақтау, шағымды немесе наразылықты апелляциялық шағымды не наразылықты беруге құқылы тұлғаның беруі, заңға сәйкес шағымдалу, наразылық беру жататын шешімге наразылыққа беру деп айтамыз. Апелляциялық шағымданудың объектісі ол бізде апелляциялық тәртіп бойынша шағымдануға немесе наразылық білдіруге жататын заңды күшіне енбеген соттың актілері немесе шешімдері мен ұйғарымдары болады. Апелляциялық шағымдану, наразылық келтіру құқығы субъектілері дегеніміз бұл апелляциялық шағым беруге немесе апелляциялық наразылық білдіруге құқығы бар тұлғаларды айтамыз. Сот шешімінің заңдылығымен негізделген апелляциялық тәртіпте тексеру бойынша өндіріс пайда болу үшін тек қана шешімді шағымдау құқығы жеткіліксіз. Оның туындауы үшін келесі заңды фактілердің жиынтығы қажет. Іске қатысатын тұлғалардың сотқа заңмен белгіленген талаптарға сай шағыммен жолдануы, апелляциялық шағыммен жолданғанда шешімге шағым келтірудің мерзімдерін сақтау және соттың шешіммен шағым келтірген тұлғаның процессуалдық әрекет қабілеттілігі. Дәрісіміздің 3-ші сұрағы апелляциялық сатыда істерді қарастырудың процессуалдық тәртібі мен мерзімдері. Апелляциялық сатыдағы сот талқысы бірінші сатыдағыдан қарағанда мақсаттардың әртүрлі болуына байланысты ерекшеліктері бар. Бірінші сатыдағы сот азаматтық құқықтық дауларды барлық дәлелдемелерді зерттеу арқылы мән-жайларды анықтау және тиісті заңды қолданудың негізінде азаматтық құқықтық дауларды шешеді. Екінші сатыдағы сот бірінші сатыдағы соттың шешімін заңдылығы мен негізлігін іске байланысты тапсырылған қосымша мәліметтерді негіздегі тексереді. Апелляциялық сатыдағы сот талқысын реттейтін азаматтық процессуалдық кодексінің нормаларына сәйкес сот мәжілісін бірнеше кезеңдерге бөлуге болады. Бірінші кезең ол әзірлеу кезеңі, екінші кезең іс материалдарын және іске байланысты шағымдарды мен қатысушы тұлғалардың түсініктемелерін қарастыру деп айтамыз. Үшінші кезең ол прокурордың қорытындысы және төртінші кезең бұл апелляциялық қаулы және оны жариялау. Апелляциялық қаулы мазмұны бойынша 4 бөлімнен тұрады. Біріншісі ол кіріспе, екіншісі сипаттау, үшіншісі дәлелдеу және төртіншісі қарар. Апелляциялық саты жеке шағымды немесе наразылықты қарастырып, келесі шешім шығарады. Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымын өзгеріссіз қалдыруға, ал шағымды немесе наразылықты қанағаттандырмайды. Ұйғарымды толығымен немесе ішінара жоюға және бірінші сатыдағы сотқа жаңадан қарауға жібереді. Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымын толығымен немесе ішінара жоюға және негізгі бойынша шешеді. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.